құттай баламен не істеп жатсың? Издеваться етіп. Ассалаумағалейкум достар. Мына видеоны қарап өтіп алмадым енді, жігіттер кешіріп қойыңдаршы енді. Енді қалай бар солай айтатынымды сіздер білесіңдер. Мен мотиватор всегда как она есть айтады да. Мұхит, ты, во-первых, дырдай тренерсің да, енді сен үлкен мужиксің ғой енді. Сен деген мына учениктерге тоғасың ғой енді, бір действительно да. Не істеп жатсың, құттай баламен издеваться етіп, бұтын арасына салып, натуре басып, оны деген арқасынан соғып. Ол біріншіде құттай бала, ол енді юношы ғой енді, ол есінде болсын, ол мужик емес та. Оны мына несінде қалай айтайын, психикасында қалып қояды да. Әлі ойында қалып қояды, ол никогда ұмытпайды, есінде болсын. Құттай бала, өзінде жас болдың. Сосын екіншінде тренерлар, ата-аналар қарап отыр. Сосын анасы қарап отыр. Енді қаншама учениктер сенде тренировка істеп жатыр. Бәрі ата-анасы қарап отыр да. Мынау болмайды, кәдімгі издевательство ғой деген. Қазір мен бірдеме шығардым мына видеоны. Мотиватордан жаман адам жоқ та. Бірақ сен білесің, мен всегда по факту айтамын да, шындықты. Құттай баламен андай қылып айтуға, құттай балаға ауыр айтуға, құттай балаға андай қылып басуға, издеваться етуге болмайды. Неге? Ол баяғы заманның баласы емес та ол. Біз кезде мы это поймем, а қазіргі жастар они не поймут это. Түсінсің ба? Оларға грамотно жеткізу керек та. Андай істеп отқан ісін, болмайды Мұхит. Так что андай қылып, мен саған өзім ақылымды айтайын, андай қылып никогда істеме. Ол сен баяғы заманда жүрген жоқсың ғой. Қазіргі заман кішкене цивильняк, адамдар басқаша түсінеді. Қазір бірдеме анау-мынау болып қалды ма, сразу білесің ғой, шауып келеді ата-аналары деген. Так что сен комментарийін қара, саған адамдар за правильную вещь жазып жатыр да, үлкен кісілер. Қой, анауынды қой деп бар ғой. Просто мен саған ақылымды айтып жатырмын, болды, сен дұрыс қабылда мына видеоны.